Баршаңызға сәлем. Бүгін мен көрсетейін дегем Каспи KZ-те платежи бөлімінде так, все штрафы и налоги, платежи для ИП, ең үстінде тұрған отчисление взноса за ИП одним платежом деген батырма қазір активный. Осы арқылы 3 төлемді бірден төлеу, даже 4 төлемді. Бірақ 4-ші төлем туралы қазір айтамын. Мысалға, ИП иесінің ең тереміз мына жерге. Период оплаты осы айды алайық, 24-ші жылдың осы айын алып тексерейік. Проверить деп басамыз. Мына жерде жоғары жақта ең период оплаты тұрады, январь 2024 таңдаған жыл мен айымыз. Одан кейін ИП иесінің аты жөні, толық аты жөні тұрады. Одан кейін астына қарай түскенде обязательно пенсионный взносы деген жері бар. Бұл жерде ең бірінші біз өзімізге тағайындаған табыстан 10%-ын осы міндетті зейнетақы жарнасына төлейміз. Енді егер де минималканы төлесеңіздер, жаңағы 8500 деп мына жерде астында подсказкада тұр екен. Ал егер сіз өзіңізге 100 мың тағайындасаңыз, онда сіз 10%, яғни 10 мың теңгені төлейсіз. Барлық бұл жердегі платеждерді, төлемдерді бір табыстан есептеу керек. Сол үшін егер де сіз минималкадан төлесеңіз 8,5, 300 мыңнан төлесеңіз 30 мың деп сөйтіп төлейсіз. Келесі социальный отчисление, бұл жерде тура солай, өзіңіз тағайындаған табыстан 3,5% төлейсіз. Яғни минималкадан болса 2975 теңге. Келесі взносы на соцмедстрахование, медстраховка, бұл жерде ИП иесі өзіне төлейтін взносы 5950 теңге, ол стандарт, бұл жерде есептеп қажет жоқ, 2024 жылға 5950 теңге. Одан кейін келесі төлем обязательно пенсионный взнос работодателя. Бұл жерде ИП иесі өзіне де міндетті төлеуге, бірақ барлығы емес. Яғни бұл төлемнен босатылған ИП иелері де бар, вообще азаматтар бар. Егер де сіз ИП иесі ретінде өзіңіздің қоластыңызда жұмысшы болса, сіз тоже ескеру керексіз оның туған жылын, барлық статусын. Сол кезде мүмкін ол кісі босатылған болуы мүмкін. Қандай жағдайда осы төлемнен босатылады? Мысалы, біздің ИП-мыз освобожден от уплаты деп жазылып тұр. Тіпті мына жерде сумманы бассанда басылмайды, өйткені программа түсініп жылы оның қандай екенін есептеп, бұл жерде ол босатылған деп тұр. Өте керемет. Каспиға осы үшін рахмет. Енді кімдер босатылған? Зейнетақы алатын азаматтар бұл төлемнен босатылған. Одан кейін егер мүгедектігі бар, мерзімсіз болып есептелетін мүгедектігі бар, бірінші және екінші топтағы мүгедек адамдар осы төлемнен босатылған. Одан кейін әскери қызметшілер, бұл жерде арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлері, сондай арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанда киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған адамдар үшін өте күрделі. Сол үшін мұқият болу керек, егер де сіздің қоластыңызда жұмыскер болса. Одан кейін келесі еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы төлемдерін алушылар үшін, яғни по выслугу лет деп айтады бұл жерде. Сол кісілер азаматтар босатылған. Одан кейін Қазақстан Республикасының Конституциясын белгіленген лауазымда болу мерзімінің өтуіне байланысты өкілеттіктері тоқтатылған ай сайынғы өмір бойы жабдықталымдарды алатын Қазақстан Республикасы Конституциялық сотының судьялары ай сайынғы ақшалай жабдықталымдарды алатын отставкадағы судьялар үшін бұл төлемдер қажет емес, яғни олар босатылған. Сосын ең маңыздысы 1975 жылғы 1 қаңтарға дейін туған адамдар үшін бұл бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын төлеуден босатылады. Бұл жерде ИП иесі осы категорияға жатады. Сол үшін мына жерде освобожден от уплаты деп жазылып тұр.